Ғасырлар бойы ауыздан ауызға тарап, көшпелі өмірдің келбетіне айналған бата қазақтың салт дәстүрінің ішіндегі әлі күнге дейін қолданыста жүрген дәстүрдің бірі. Үлкен кіші әр сөзін ықыласпен тыңдайтын бата берушінің әр сөзі бата алушының болашағына жол ашып, өміріндегі кедергілерді қиып түсер қылыштай әсер ететіні сөзсіз. Біздің қазақ халқы батаға үлкен сеніммен қараған халық, және солай бола берер сөзсіз. Халқымыздың ескірмеген салтының бірі бата беру. Қазақ бала кезінен ұрпағын үлкеннің алдын кесіп өтпеуге, тек ақ батасын алуға тәрбиелеген. Өйткені батаның адам өміріне тигізер әсері зор болғаны тарихтан белгілі. Зерттеушілер ғылымда әр адамның бойында белгілі зарядтық толқын жиілігінің болатыны дәлелденген деген тұжырым жасап отыр. Олар физика тілімен айтқанда магнит және электр өрісі болады. Адам бойынан сол тоқтаусыз шығып тұратын зарядтық толқын адам аяқ басқан отырған тұрған жерлерге тарайды. Сол толқынды қабылдаған жер белгілі уақытқа дейін кері қайтарып тұрады екен. Яғни адам бойынан барған кесапат немесе шарапат белгілі уақытқа дейін сақталып, ауаға тарап қасындағы адамдарға ықпал етеді екен. Біле жүріңіз. Біздің ата-бабамыз соны әуелден біліп, сынықтан басқаның бәрі жұғады деп жақсы адамдардың ықылас батасын алуға тырысқан екен. Міне сондықтан шарапатты тиісін деген ниетпен ауданымыздағы сыйлы беделді әкелеріміздің Наурыз мейрамына қарсы ақ ниет адал жүректен шыққан баталарын сіздердің назарларыңызға ұсынудың сәті түсті. Олай болса, қол жайып әкелеріміздің батасын алайық. Ал берейін бата, берген батам қабыл болсын. Мынау келе жатқан Наурыз мейрамы құтты болып, елімізге тыныштық, халқымызға амандық берсін. Наурыз тойы елімізге құт әкеліп, береке әкеліп, ақ мол болып, мынау жастарға бәріміздерге денсаулық тілеймін. Мынау жастарға алдарында жарқыраған жол болсын деген тілектер қабыл болсын. Әрқашанда амандық, саулық тілеймін. Бүкіл Қазақстан ауылына. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة والدولات والسعادات والسلامات والصحات والعافية والعاقبة الخير والأمن والأمان في كل حين يا حنان يا منان يا بيان يا رب العالمين أي خير الناصرين وسبحانك وتبارك وتعالى رب العزة والجلال والخسية عند Rəcəb ayının ayağında және Nauruz ayının ортасында мына осы біздің елімізге, халқымызға, осы ауданда тұратын тұрғындарымызға, ақсақалдарға және қарапайым халыққа Алла Тағала мейір шапағатын берекесі жаусын, зұлымдық, қорлық, бейнет алыс болсын, бақ-сада, денсаулық, ауызбіршілік отбасыларына жақын болсын, аспаннан жерден келетін қауіп қатерліктен және әрдайым аяқ астындағы пәле-жаладан және де су өрт апатынан сақтасын біздің елімізді және жалпы жамағатымызды. Қазақ халқына мынау осы дүние жүзінде болып жатқан мынау қауіпті дерт біздің халқымызға жақындамасын, бізден алшақ болсын. Әрдайым кең дастар осы біздің халқымыздың кең дастарханы тек қуаныш қана жайылсын. Жиған тергендері тек той томалақ қана шашылсын. Әрдайым әрбір мейрамда, той-думандарда кездесуге ғана Алла Тағала бізге нәсіп етсін. Және де осы айтып жатқан ықылас лебізімді Алла Тағала періштелердің құлағына салсын. Әрдайым аман есен болайық. Қауіпті де жеңілмесін. 12 мүшелеріміз аман есен болсын. Және де не десе де Алла Тағала ұзағынан сүйіндіріп, оң жағынан беріп, қайырымдығымен ғана оралсын. Bir рахметке хамам. Bismillahirrahmanirrahim. Үй іші ауыл аймақ аман болсын, тыныштығымыз бәрі заман болсын, табиғат тасылмайтын рызық беріп, дастархан тартулы баған болсын. Абырой адалдығын арта берсін, бақ пен дәулет қызығымен қатар келсін, қонағын жақсы жиі келіп, дастарханның дәмін тата берсін. Аллаху акбар. Bismillahirrahmanirrahim. Әуел Құдай оңдасын, әулиелер қолдасын, не берсе қайыр мінбесін,
дастарханымызға береке берсін. Мына келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын. Жамандықтың бәрі осы қармен кетсін. Келе жатқан ұрпақтарымыздың болашағы жарқын болып, қазақ еліміз дами берсін, өркендей берсін. Наурыз құтты болсын. Аллаху акбар. Мырзатай әке, Бақытжан әке, Әмірхан әкенің сонымен қатар Оразалы ағаның еліне арнаған батасын тыңдап көңіл күйіміз бір серпіліп қалды. Шарапаты мол ақ баталары қабыл болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осы бір халқымыздың басына келген індет бір күнгідей болмай ұмытылып, жарқырап күніміз тусын арайлы. Әр отбасының дастарханы тек қана қуанышқа жайылып, той-тойланып, керегіміз кеңейіп, шаңырағымыз тек шаттыққа тола берсін.